Атыраулық ерлі зайыптының Индонезияға қашан барғаны анықталды. Атыраудағы резонансты қылмыстық іс бойынша күдікті ретінде ұсталған Сұлтан Сәрсемәлиевтің Индонезияда қолға түсуіне қатысты жаңа мәліметтер белгілі болды. Бұл туралы Араша.kz сайты хабарлайды. Комиссар Рики Пурнаманың айтуынша, Ломбок аралындағы қонақүйге полиция кірген сәтте Сәрсемәлиев қашуға әрекет жасаған, алайда құқық қорғау қызметкерлері оны сол жерде ұстаған. Күдіктіні ұстау операциясына Индонезиядағы Интерполдың ұлттық орталық бюросы, солтүстік Ломбок полициясы және көші-қон қызметінің өкілдері қатысқан. Полиция мәліметінше, Сұлтан Сәрсемәлиев пен Ақбаян Мұханғалиева 2025 жылдың 14 желтоқсанында Малайзияның Куала-Лумпур қаласынан Бали аралына ұшып келген. Кейін олар Ломбок аралына қоныс аударып, ұсталғанға дейін сонда тұрған. Қазіргі уақытта Индонезия тарапы екі күдіктіні Қазақстанға депортациялау рәсімдерін жүргізіп жатыр. Бұған дейін Қазақстан Ішкі істер министрлігі күдіктілердің ұсталу сәті түсірілген бейнежазбаны жариялаған болатын. Қадірлі көрермендер, бұл істің әрбір жаңа дерегі қоғамды бейжай қалдырмай отыр. Енді күдіктінің Индонезиядағы қонақ үйде ұсталғаны, тіпті полиция кірген сәтте қашуға әрекет жасағаны туралы ақпарат тарады. Бұндай мәліметтерді оқығанда оқиға одан сайын күрделене түскендей әсер қалдырады. Бір жағынан халықаралық деңгейде іздеу жарияланып, Интерпол мен жергілікті полиция бірлесіп жұмыс істегені құқық қорғау органдарының істі соңына дейін жеткізуге тырысып жатқанын көрсетеді. Дегенмен, қандай жағдай болса да, нақты шешімді сот шығарады. Қазір айтылып жатқан деректер тергеу барысындағы мәліметтер ғана. Сондықтан эмоцияға берілмей, ресми қорытындыны күткен дұрыс шығар. Ең бастысы, шындық толық ашылып, әділ шешім қабылданса екен. Марқұмдардың жақындарына сабыр тілейміз.